Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіз. Сіздермен бірге Рима. Бүгін сіздерге асқабақтан қос жасалатын ең дәмді батоннан жасалған жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен біз жылы суымызды құйып, үстіне ұсақ үткіштен өткізілген асқабағымызды саламыз. Міндетті түрде ұсақтап өткізіңіздер. Үстіне қантымызды салып, аштығымызды салып, және де тұзымызбен сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ендігі осының үстіне біз міндетті түрде алдын ала илектен өткізіп алған ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жақсы етіп қандырып, жұмсақ етіп қамырды илеп алыңыздар. Ендігі осы илеген қамырымыздың үстіне 1-2 қасық сұйық майымызды құйып, жан-жақ жақсы қалмас үшін осылай 1-2 рет басып илеп жібереміз. Ендігі осы қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоя тұрамыз. Бұны жарты сағатта менде көтерілді. Ендігі осының үстінен біз бір бастырып жібереміз, бір басыңқырап жібереміз. Себебі біздің нанымыз жақсы жұмсақ болып, үпілдек болып көтеру үшін осылай бір бастырып жіберсеңіз жақсы болады. Ендігі осы бетін қайтып кері жауып, тағы да жарты сағатқа, сонда бізде барлығы 1 сағаттай тұратын болады нанымыз. Мына жақсы көтерілген нанымызды ендігі біз 4 бөлікке бөліп аламыз. Теңдей болу керек, барлығы бірдей. Қаласаңыздар таразымен сенімдік үшін өлшеп алыңыздар, барлығының салмағы бірдей болсын. Ендігі осы нанымызды осылай жайып аламыз оқтаумен. Осылай жайып алған нанымызды ендігі осылай орайтын боламыз. Біз батон шығару керекпіз, әдемілеп. Сол себептен осылай біріктіре отырып, шеттерінен осылай орап аламыз. Барлығын осылай орап шығып, мына соңында жақсылап шеттерін ашып кетпес үшін жақсылап біріктіреміз. Барлық нанымызды да осылай батон қылып орап, қатарынан осылай дайындап аламыз. Ендігі осы батондарымызды пергаментный бумагаға қойып, міндетті түрде бетін жауып, жылы жерге 20 минуттай қойып қоямыз. Мына біздің нанымыз 2-3 есе көтерілді, өте әдемі болып, ендігі үстіне сары уызымызбен сүтімізді араластырып, бетінен толықтай жағып шығамыз. Және де осы лезвиямен батонның формасын келтіріп, осы әдемілеп кесіп шықсаңыздар болады. Және де кунжут болсын, мак болсын бетіне сеуіп, 180 градуста 35 минут қыздырғанша толықтай пісіріп аламыз. Мына біздің нанымыз дайын болды, өте жұмсақ үлпілдек нанымыз шықты. Міндетті жасап көріңіздер. Қазір асқабақтың кезінде өте дәмді нан. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ұнап, осы видеоны сіздерге ұнап көңіліңізден шығып жатса, менің арнама міндетті тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға да көп рахмет. Ас болсын, сіздермен болған Рима. Келесі кездескенше.